14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде денсаулық бағдарламасы. Алдағы хабардан көретіндеріңіз. Донор болудың артықшылықтары, оған қойылатын басты талаптар. Жамбыл облысы қан орталығы, ондағы медициналық жаңалықтар, дәрігерлердің күнделікті қызметі мен өмірі. Сондай-ақ, денсаулыққа қажетті пайдалы кеңестер. Денсаулық хабарында. 14 маусым дүниежүзілік донорлар күні. Осыған орай Жамбыл облыстық қан орталығында ауқымды акция ұйымдастырылды. Іс-шара аясында мекеменің тұрақты донорлары марапатталып, өз еркімен қан тапсырған ниетті азаматтарға жедел көмек көрсетілді. Мұнда жылына 12 мыңнан астам қан донациясы дайындалады. Тұрақты донорлар саны 500-ге жуық. Жылына 3-4 реттен қан тапсыратын қайырымды жандар қанның адам өміріне маңызды екенін жақсы түсінеді. Сондықтан да бүгінгі келушілердің қатары көп. Бірі 6 жылдан бері тұрақты донор болса, енді бірі алғаш рет қан тапсырып жатыр. Қазіргі күнде біздің қан орталығында тұрақты түрде қан тапсыратын донорлар саны 200-ге жуық. Қазір біз биылдан бастап өтеусіз донорлыққа көшіп жатырмыз. Ол дегеніміз, бізде донорлар ешқандай ақысыз келіп, өздерінің адам өмірін сақтап қалудағы патриоттық сезімді алға ұстап келген донорлар. 200 донор дедік, тұрақты түрде қан тапсыратын донорлардың ішінде бізде Ибраев Жан Батист деген кісіміз бар, Губалдиева Сарсекүл деген донор бар. Сол кісілер тұрақты түрде шақырмаған жағдайда да өздері келіп, жылына 4 рет, 5 рет қан тапсырып, осындай үлкен азаматтық іске үлесін қосып жүрген кісілер бар. Біз ол кісілерге әрқашан алғысымызды айтамыз. Және донор болу деген ол біріншіден адам өзінің денсаулығын сауықтырады. Екіншіден біреудің өмірін құтқарып қалып жатса, ол деген өте жақсы игілікті іс. Одан кейін бізде өтеусіз донорлар жылына 2 рет, 3 рет келіп тапсыратын донорлар бар. Енді тұрақты түрде болмаса да, жылына келіп тапсырып, өздері өшерден зерттеу, анализден несін алып, нәтижелерін алып, сол бойынша өздері емделу керек болса емделіп, сондай бір жақсы іс-шаралар жүргізіп жүреді. Қан адамға ауадай қажет, ол адам денсаулығы үшін күттірмейтін дүние. Ал бұл тұста трансфузиялық көмектің маңызы зор, яғни бұл қызметті өңірде облыстық қан орталығы атқарады. Қан орталығының жаңа ғимараты Саламатты Қазақстан 2020 бағдарламасы аясында 2013 жылы пайдалануға берілді. Мұнда 2014 жылы 12 мың адамнан 9200 литр қан алынса, ерікті донорлардың саны 17 мыңға артып, өткен жылы көрсеткіш 20 мыңға жеткен. Ол донорлар тұрақты түрде тапсыратын донорлардың денсаулықтарын айтып кеттім. Біріншіден ғылыми, қазіргі осы таңда ғылыми дәлелденген дәлелдер бойынша донорлар мен донор болмаған адамдардың өмірін салыстырсақ, донор болған адамдардың өмір жасы неғұрлым ұзақ болады екен. Және де қансыраған, мысалы, өмірде әртүрлі жағдай болады. Қансыраған жағдай болатын болса, донор болған адамның қан тоқтату, организмнің өзінің қан тоқтатуға өте бейім болады, донор болған адамның. Және де иммундық жүйе күшейеді донор адамның. Сосын зат алмасу процесі жақсарып, донорлар өзінің организмдері осындай сауығып отырады. Орталықта облыстың барлық тұрғындарының денсаулығын куәландыратын құжаттар электронды түрде жасақталған. Сонымен қатар арнайы база құрылып, онда түрлі жұқпалы немесе созылмалы аурулармен есепте тұратын науқастардың тізімі жасақталған. Сондықтан кез келген азамат бірінші тіркеу бөліміне барады. Онда құжат арқылы бірнеше сауалға жауап бересіз. Аз ғана сауалнамадан соң келушілер анықтама арқылы екінші қабатқа көтеріледі. Мұнда донор болуды анықтайтын ең маңызды зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Донорларды алғашқы зертханадан тексеру
кабинетіне анықтама арқылы азаматтың қан тобы мен гемоглобин мөлшері анықталады. Соңғы үлгідегі статцет аппараты небәрі 3-ақ минуттың ішінде аталған тексерістің нәтижесін көрсетеді. Қан тапсырар алдында міндетті медициналық тексеріс тегін жүргізіледі. Тегін қан тапсырған донорларды біз алғыс ретінде ол кісілерге АЭТВ инфекциясына, вирустық гепатиттің Б түрі, С түріне, мерез және бруцеллез ауруларына тегін сараптама жасап беріледі. Сонымен қатар мен қан тапсырудың пайдасы жөнінде айта кетсем, қан тапсырғаннан кейін организмде жасару процесі болады, қан айналу жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі жақсарады, иммунды жүйе күшейеді. Статистиктердің айтуы бойынша қан тапсырғаннан кейінгі инсульт, инфаркттың алдылары сирек кездеседі екен. Және де қан тапсырған донорлардың жасы 5-8 жылға ұзарады деп айтып жатады. Сонымен қатар біз қан тапсырған донорларға тегін 2 күнге ол халық кодексі, денсаулық кодексіне сәйкес 2 күнге анықтама береміз. Яғни қан тапсырған күні және тағы да 1 күн бұл кісілер демала алады. Олардың айлық орташа мөлшердегі еңбек ақысы сақталынады. Жоғарыдағы талаптардың барлығы дұрыс келген жағдайда терапевт дәрігердің қабылдауында боласыз. Онда да бірнеше медициналық тексеру жүргізіледі. Мұнда өмір нәрін өткізуге ниетті азаматтардың донор болуға мүмкіндігі бар ма, әлде азаматтың денсаулығында қандай да кінәрат бар анықталады. Ал арнайы орталық донорлардан қандай жағдайда қан алмайды. Бұған сала мамандары былай деп жауап береді. Бөлім қан дайындау бөлімі деп аталынады. Бұнда донорлық бөлімнен медициналық көрсеткіштер бойынша іріктелген донорлар қан тапсыруға жолданады. Және де бұл бөлімде донорлар мен медициналық қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін жеке шығыс материалдар мен бір реттік қорғаныс құралдары қолданылады. Және де бұл бөлімде қан дайындалады, өңделеді, гемотрансмиссивтік инфекциялардың іріктелінеді және уақытша сақталынады. Гемотрансмиссивтік инфекциялардың іріктеуден өткен қан ары қарай жаңағыдай бізде экспедиция деген бөлім бар, яғни қанды беретін бөлім, сол бөлімге жолданылады. Барлық қан жаңағы заманауи құрал жабдықтармен өңделеді. Жылына бізде 10-12 мың литр қан өңдеп дайындап береміз. Бар жоғы 20 минуттың ішінде донор болатын азамат медициналық тексерістен өтеді. Оларға дәрігерлер денсаулығына қатысты ақыл кеңестер береді. Толығырақ тексерістен өткен денсаулығы жақсы адам қан дайындау бөліміне келіп донор болады. Бөлімде қан және оның компоненттерін дайындау жүзеге асырылады. Мен барша дәрігерлерді Жамбыл облыстық қан орталығы ұжымының атынан біріншіден құттықтап өткім келеді. Жұмыстарына табыс тілеймін, мерейлер арқасынан үштен болсын деп тілектеспін. Сондай-ақ жыл сайын 14 маусымда бізде бүкіл дүниежүзілік қан донорлар күні болып аталып өтеді. Осыған орай бірер сөз айта кетсем деп едім. Әлемде миллиардтаған адамдар жыл сайын қан компоненттеріне зәру болып жатады. Күнделікті операциялар, ауыр босанулар, қан гематологиялық аурулар, онкологиялық аурулар мен күйік шалған кезде қан компоненттеріне мұқтаж болады. Жасы 18-ден асқан әрбір азамат донор бола алады. Олардың жоғарғы жасы шектелмейді. Қан тапсыратын адамдарды, донорларды, яғни бірінші міндетті түрде терапевт дәрігердің тексерісінен өткіземіз. Қан анализдеріне талдау жасалынады, яғни ол қан тобы, резус факторы, қандағы гемоглобин мөлшері және АЛТ бауыр сынамасы алынады. Одан кейін қан тапсыруға, егер бәрі жақсы болса, қан тапсыруға жібереміз. Облыстық қан орталығы қанға зәру 27 медициналық мекеменің сұранысына байланысты күніне жоспарлы донорларды қабылдайды. Мамандар қазір өңірде өз еркімен қан тапсырған ниетті азаматтар саны артқандығын қуанышпен айтады. Алайда кез келген адам нақты бір пациентке донор бола алмайды. Тіптен туған ағасының немесе туған қарындасының донорлыққа лайықты болуы үміті 30%-дан көп болмайды. Өйткені мұнда қан тапсыру олардың топтары мен компоненттеріне де қарай бөлінеді. Донорлардың қанын тексереміз. Келгеннен бастап аяғына дейін бүкілінен тексереміз. Жалпы биохимиялық, гематологиялық, иммуногематологиялық, ИФА анализі, ПЦР анализі бүкіл донордың қаны тексеріліп өтеді. Барлық нәтиже дұрыс болса, ол ауруханаға беріледі. Алдымызда тұрған иммуногематология жаңа келген аппаратта 4-ші деңгеймен саналады.
заманауиға сай келетін құрал жабдықтар болады. Жаңадан келген бүкіл иммуногематологияның анализдерін жасап береміз. Тек қана донорлық емес, екіқабат жүкті әйелдердің де анализдерін жасаймыз. Науқастарында анализдерін, иммуногематологиялық анализдерін жасаймыз. Сосын жаңадан туылған балалардың, нәрестелердің бүкіл осы Жамбыл облысы бойынша иммуногематология қандай анализдер керек, осы екі құрал жабдықтармен анализ жасаймыз, нәтижесін береміз. Мысалы деген бізде мынандай науқастар болады, қан тобын зерттей алмайтын, или онкологиямен ауыратын сондай нелер болады, аурулар. Солардың қан тобын зерттеп, оларға қан сәйкестілігімен донордың қанын тауып беру біздің міндетіміз болып келеді. Фенотипқа қарап, қан тобына қарап, тікелей емес, кумса пробасын жасап, сөйтіп бәрін жасап береміз негізі. Сонда құйылған қан ешқандай науқасқа зардап әкелмейді. Жақсылап ол ем көмектеседі емдеуіне, и науқас тез аяғына соғып кетеді. Қан компоненттерінің ішіндегі ең қажеттісі ол қан құрамындағы сарысуы. Бұл дегеніміз аталған компоненттерден эритроцит, лейкоцит, тромбоциттер қан сарысын бөліп алуы. Плазма 90% судан тұрады, құрамы қоректік заттарға бай. Айта кетсек, ел арасында 4-ші топ теріс қан тобына донорлар табу қиын, сондықтан аталған топтағы тұрақты донорлар тіркелген. Донор уже порядка 6 лет. Донор болудың маңызы зор. Мен жылына 4 рет тұрақты түрде қан тапсырамын. Одан менің денсаулығым жақсарып, өзімді өте жақсы сезінемін. Әрі қанды қажет ететін адамдарға көмектесетініме қуаныштымын. Сдавать кровь, это не страшно, не больно. Мен бүгін алғаш рет қан тапсырып отырмын. Ешқандай қорқынышты емес. Келіңіздер, қан тапсырыңыздар. Сіздің қаныңыз адам өмірін сақтап қалуға сеп болмақ. Мен енді жиі қан тапсырып тұрамын деген ойдамын. Қан тіршіліктің тірегі, ал сол бойдағы тасып жатқан сұйықтыққа күніне қаншама адам зәру болады. Бұл тұрғыда донор болу сауапты іс. Донор болудың пайдасы қандай? Экранға назар аударайық. Медициналық тұрғыдан донор болудың артықшылығы көп. Мәселен, тұрақты түрде қан тапсыратын адам қан тапсырмайтын адамдарға қарағанда инфарктпен 10 есеге дейін сирек ауырады. Қан тапсыру арқылы сіз жүрек қан тамырлары жүйесін бекітесіз және ағзаның жаңартылу қызметін қосасыз. Тұрақты түрде донор болған азамат әдеттегі адамдармен салыстырғанда 5-8 жыл көп өмір сүреді. Дәрігерлер қан тапсырардың алдында майлы, ащы және сүт тағамдарын, сонымен қатар жұмыртқа жеуге болмайтынын ескертеді. Донор боларда дәрі-дәрмек пен темекіден қолданбаған абзал. Кез келген 18 жастан асқан, салмағы 50 келіден жоғары, дені сау және қаны таза және гемоглобині 100-ден асқан адамдар қан тапсыра алады. Қазіргі таңда біз зерттеулер санын үлкейттік, көбейттік. Бұрын мысалы бізде 4-5 қана инфекцияның түріне қаралатын болса, қазір деген ол тексеру спектр дейміз ғой, солар кеңейді. Жүректің бауырдың ферменттерін тексереміз. Биохимиялық тексеру дейміз, иммуногематологиялық зерттеулер, антитела қандағы, мысалы көп донорлар біле бермейді, мысалы көп адамдар, және де инфекцияның түрін диагностикалау, солардың бәрін, мысалы жай адамдар өзінің организмде, ағзасындағы бар вирустарды көп біле бермейді. Ондайларды біз вирусоносительдер дейміз. Вот сондай адамдар келіп, бізде көптеген осы жерде анализдерін біліп, одан кейін барып өздерінің тұрғылықты жерінде жергілікті дәрігерлері бойынша өздері ем қабылдап жатады. Көптеген донорлар бізге сол жөнінде алғыстарын білдіріп жатады. Ол жағдайларға қарастырылған мәселе бар. Бізде ол жаңағыдай қанды ұзақ сақтау мерзімдері. Біз 5 жылға дейін қанды минус 80 градуста жаңағыдай электрхолодильниктерінде алдымен дайындап, сол электрхолодильниктерде 5 жылға дейін сақтап өңдейміз. Қай топ күрделірек қабыл? Көбінше тапшы бізде қан бірінші топ резус
положительный, отрицательный дейміз, және де 4-ші топ көбінше жаңағыда тапшы болады. Сол топтарды біз көбінше дайындап қойға тырысамыз. Біз деген түр бұл қан компоненттерін аппаратты дайындау деп аталынады. Аферез деген сөзін өзі сол жаңағыдай аппаратты түрде деген мағынаны білдіреді. Қан донордан алынып, аппарат өзі өңдеп, өзі дайындап береді. Бұл жерде медициналық жаңағыда қызметкер тек эксфузияны жасайды, яғни донорға инені салады, қалғанын бәрі аппарат жасайды. Мысалы адам, ер азаматтар 5 ретке дейін тапсырылады, әр 2 ай сайын, әйел азаматтарға біз 3-4 рет кеңес береміз. Плазмафорезде плазманы донорлар 2 апта сайын тапсыруға болады. Игі шара 14 маусым донор күніне орай ұйымдастырылып отыр. Қан орталығына өз еріктерімен өтініш берген экономикалық тергеу департаменті ұжымының бастамасы өзгелерге сабақ боларлықтай. Жұмыс басты қызметкерлердің мүмкіндігін ескерген дәрігерлер арнайы құрал саймандарымен өздері келген. Таңсәріден қан тапсыруға кезекке тұрған қызметкерлер алдымен қан тобын анықтап, денсаулығын жіті тексеруден өткізді. Қан тапсыру сауапты іс болғаннан кейін біз өзіміз қанымызды донор есебінде тапсыруға келісімімізді бердік. Және бұған біз сыртта өтіп кете алмадық. Сондықтан барлығымыз келіп, оны қолдап, қанымызды тапсырып, арғы жұмысымызға кірісеміз енді. Қазіргі уақытта медицина дамыған заман ғой, сондықтан тапшы донордың қаны көп жағдайда керек болып жатыр. Сондықтан қазіргі таңда біздің экономикалық тергеу департаментімен ерікті түрде қан тапсыру мәселелері қарастырылып жүріп отыр. Сондықтан барлық азаматтарды ерікті түрде қан тапсыруды сұранамын. Өзім қан тапсырдым, ешқандай қиыншылық жоқ екен. Қан тапсыру тез, аз уақыт алады. Қызметтерінің қиындығына қарамастан мұнда 15 жылдан бері үнемі донорлыққа атсалысып жүрген азаматтар да бар. Қан тапсыру арқылы өзгелердің өмірін сақтап қалуға болады. Одан бөлек денсаулыққа да пайдасы зор. Сондықтан да мұндай акциялар өзге де мемлекеттік мекемелерде де жалғасын табары анық. Экономикалық тергеу департаментіне үлкен рахмет алғыс айтамыз. Бүгін акция жүргізіп жатыр. Сол кісілердің өткізген қандарын біз емдеу емханаларға және басқа ауруханаларға қан компоненттерін жеткіземіз. 14 маусым ғана емес донор күні. Негізі біз донор күні деп атаймыз, әр мемлекеттік ұйымдарда осындай акция өткіземіз. 100-ден астам маманы бар мекемеден бүгін 25-ке жуық адам қан тапсырып, көпке көмек қолын созды. Мысалы, енді жүкті әйелді алатын болсақ, олар бізде сағат 8-ден бастап 12-ке дейін қан тапсырады. Сөйтеді біз 12-ден кейін осы 4-ші этажға көтеріліп зерттейміз. Зерттегеннен кейін жаңағы бүкіл қандай сұрақтар болады, сол жасаған анализбен сағат 4-ке дейін дайындап береміз. 4-тен кейін не жаңағы енді қазір дамыған заман ғой, не жаңағы WhatsApp, электронны жаңағы пошталары бар, болмаса жаңағы тағы да Instagram көп қой, қазір Facebook, соған нәтижесін рұқсатымен өстіп сал жіберіңіз десе, сал жібереміз. Екіқабат әйелдер, мысалы, алыстан келетін екіқабат әйелдер болады, бізде жүкті әйелдер, Қордайдан келетін болады, Мойынқұмнан, Сарысу ауданынан. Оларға екі ортада жүрмеңіздер, өздеріңіз аяқтарыңыз ауыр, біз жаңағы сал жібереміз. Осы шыққан нәтижені десем, олар келісім береді, жаңағы номерлерін тастайды, сонымен біз шыққан нәтижесін сал жібереміз талдаудың. Болмаса, жаңағы 4-тен кейін анализ кеп, негізі иммуногематология анализ жасаған кезде біз талдау 3 сағатта дайын болады. Тапсыратын донорларға мынандай талаптар қойылады. Біріншіден терапевттен олар жаңағы бірінші терапевтке барады ғой. Сол кезде олардан сұрайды, не жеді, қандай дәрі-дәрмек қабылдады. Содан кейін барып, если бәрі дұрыс болса, барып қан тапсырады ғой. Соның қаны бізге көтерілгеннен кейін біз өз жұмысымызды атқарамыз. Мысалы, оның қан тобы сәйкес келе ма, бізге жарай ма, жаңағы медициналық нелер, ауруханалар талап дейді ғой. Бірінші топ пәленбай осындай беріңіздер деп. Соған біз жаңағы донорды зерттеп, қанын сөйтіп сәйкестіріп, сәйкеске келе ма. Біз бұдан басқа жаңағы таза инфекцияларға тексереміз. Олар бар ма, жоқ па, соның жоқ екенін дәлелдеп, қан түгел сәйкеске жататынын сөйтіп соған береміз. Көмекке мұқтаж жанға қолын созған адамдарға мұнан соң мекеме тарапынан ыстық шай мен адамды күштендіретін құнарлы тағамдар беріледі. Ал азаматтан алынған өмір нәрі заманауи құрылғылардың көмегімен Сарысудың 3 жылға дейін эритроцитті
жетті 30 күнге дейін сақтауға болады. Дегенмен тиісті қан компоненттер мекемеде бір күннен артық сақталмай ауруханаларға жеткізіледі екен. Өйткені әлемде әрбір үшінші жанға қан құю қажеттілігін ескерсек, Жамбыл облысының өзінде күнделікті түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан орталық қызметкерлері ай сайын түрлі мекемелерге барып, жылжымалы кешенде донорларды қабылдауға да мүмкіндіктері бар. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығы. Егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек. Ал егер сау болмаса, денді сауықтыру керек. Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыз осылай деп кеткен. Бүгіндікке осы денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Амандықта жүздескенше.